қазақ эстрадасының жұлдызы Қарақат Әбілдина соңғы кезде орын алып жатқан жағдайлары жайында өз парақшасында оқырмандарымен өз ойымен бөлісті. Танымал әнші Instagram парақшасында көптеген тақырыптарды қозғап, орын алып жатқан жайттар жайлы өз пікірін білдірді. Өздеріңізбен амандық сұраспағалы да біраз болды. Ауру сырқаудан амансыздар ма, оқырмандарым? Соңғы уақытта парақшамда көңілсіздік орнады білем. Әлемде болып жатқан дүрбелең анау, еліміздегі жағдай мынау. Жағымсыз жаңалықтан көз ашпай қалдық. Ауырып жатқандар саны күн санап өсуде. Көз жұмғандар саны да артып жатыр. Алла алдарынан жарылқасын. Шыны керек, не ойларымызды білмей есеңгіреп қалдық. Анамның 40-ы келді. Аудан әкімінен бастап, ауылда да ауру жұққызғандар саны көптеп тіркелгенін біліп отырмыз. Біле тұра жолға шығу, көпшіліктің ортасына бару қаншалықты дұрыс. Бас қатты, сергелденге түсірген бір заман болды ғой бұл. Арты жақсы болса екен. Ендігі жерде сақтық шарасын ұстанып, ешқайда шықпай, үйде дұға жасағаннан басқа амал жоқ. Жағдайдың ушықпауына тек осылай ғана көмегімізді тигізе аламыз. Міне 4 ай болды отырғанымызға. Әлі қанша отырамыз? Бір Аллаға ғана аян. Қолдағы қадірі жоқ нығметтердің қадірі қолдан кеткенде білінеді деген. Жақын достармен кездесудің қаншалықты бағалы екенін түсіндік. Бір-бірімізді қуантуға арқа-жарқа кездерді сағындық. Жақындарымызбен өткен жарқын күндерді сағындық. Таза ауаның қадірін түсіндік. Осылай тарқата беруге болады. Алла жар болып, сол күндерге тезірек жетсек екен. Амандықтарыңызды тіледім, деп қоштасты Қарақат Әбілдина.